Сәлем, сіздермен оп-оңай математика каналы. Бүгін қызыл кітаптан ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселікке арналған есептерді шығаратын боламыз. Енді есептің берілгеніне қарайық. Төменде берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселігін табу керек. Бірінші 640 есептен бастайық, яғни 15 және 21 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең кіші ортақ еселігін табу керек. Ең бірінші мен мына жерде сіздерге ереже жазып қойдым. Қазір сол ережелерді есеп шығару барысында қолданатын боламыз. 640 есеп. Ең алдымен ең үлкен ортақ бөлгішті табайық. 15 және 21 сандар. Ең үлкен ортақ бөлгішті табу үшін біз көбейткіштерге жіктейміз, яғни жай сандарға бөлеміз осы екі санды. Жай сандар дегеніміз қандай сан? 2, 3, 5, 7, 9 деп кете береді. Осындай сандарға бөлеміз. Ең бірінші 15 санын бөліп шығайын. 15-ті 2-ге бөлінбейді, келесі сан 3-ге бөлем. 5, 5, 2, 3-ге бөлінбейді, 5-ге бөлем сразу. 1. Енді көбейткіштерге жіктедім. 21-ді 2-ге бөлінбейді, сол үшін 3-ге бөлемін. 21-ді 3-ге бөлсем 7, 7-ні 7-ге бөлем 1. Оп-оңай. Көбейткіштерге жіктеуді білеміз. Енді ең үлкен ортақ бөлгішті табу үшін мен екеуінде де кездесетін бірдей санды алуым керек. Екеуінде де кездесіп тұрған сандар қайсы? 3. Екеуінде де бар. Яғни 3-ті жазам. Егер де тағы бір сан болса, екі рет кездесіп тұрған, мен оны да жазып, 3-ті соған көбейту керек едім. Бірақ бізде басқа сан көріп тұрған жоқпыз, сол үшін осылай қалдырамыз. Яғни 15 және 21 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 3. Яғни кездесіп тұрған бізде бірдей сандар 3. Енді ең кіші ортақ еселігін табайық. Ең кіші ортақ еселігі 15 және 21 сандары, оны да тура осындай көбейткіштерге жіктеп аламыз, Енді қараңыздар. Ең кіші ортақ еселікті табу үшін алдымен көбейткіштерге жіктейміз. Біз көбейткіштерге жіктеп қойдық. Енді бірінші санның, яғни бірінші сан бізде 15. Бірінші санның мына жай көбейткіштерін жазып шығам. Яғни ол бізде қандай сандар? 3 көбейтілген 5. Дұрыс па? 3 көбейтілген 5. Енді осы бірінші санның көбейткіштерінде кездеспейтін сан болса, екінші санда мен оны да көбейтемін. Яғни 3, 5-ті жазып алдым. Енді 21-дігін тексерем. 3 уже бізде бар. Міне 3 уже бар. Енді келесі бізде 7. 7 бізде бар ма? 3 пен 5 қана ғой, 7 жоқ. Мен, яғни 7-ні де 3 пен 5-ке көбейтем. Яғни ең алдымен біздің бірінші қадамымыз бірінші санның көбейткіштерін жазып аламын да, бірінші санда кездеспейтін санды алдыңғы сандарға көбейтіп жазам. Түсінікті ғой, 3-ті 5-ге көбейтем 15, 15 7-ге 105. Яғни 15 пен 21-дің ең үлкен ортақ бөлгіші 3-ге тең, 3-ге тең, ал ең кіші ортақ еселігі 105-ге тең. Келесі есепті шығарайық. Ол бізде 641 есеп. 641 есепте 45 пен 60-тың ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселігін табу керек. Ең үлкен ортақ бөлгіші 45 пен 60-тың және де ең кіші ортақ еселігі. Бірінші 45 бізде 2-ге бөлінбейді, 3-ге бөлемін. 15, 15 2-ге бөлінбейді, 3-ге бөлінеді. 5, 5 3-ге бөлінбейді, 5-ге бөлінеді сразу. 1, Келесі 60, 60 2-ге бөлінеді, 30, 30 2-ге бөлінеді, 15, 15 3-ге бөлінеді. Мына жерде 16 сияқты болып қалды, Так, 15 3-ге бөлінеді, 5, 5 5-ге 1. Енді осы жерден ең үлкен ортақ бөлгішті қалай табушы едік? Екеуінде де кездесетін сан, Бізде 3, міне 3, 3, 3. 3-ті жазам. Келесі бізде кездесетін сан бар ма?
5, 5, иә? Екеуінде де бар. 3 пен 5-ті көбейтем, 15. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 15-ке тең. Келесі, ең кіші ортақ еселікті табу үшін не істеуші едім? Яғни екеуін бірінші көбейткіштерін жазып аламын. Бірінші санның бірінші санның көбейткіштері 3, 3, 5, яғни 45-дің көбейткіштері 3, 3 көбейтілген 5, иә? Енді келесі кездеспейтін санды жазам. 3, 3, 5, 3 бар. 3 бар, 5 бар, яғни 2, иә? 2, 2 рез. 2 көбейтілген 2. Енді осы сандардың барлығын көбейтейін. 3-ті 3-ке 9, 9-ды 5-ке 45, 45-ті 2-ке 90, 90-ды 2-ке 180. 641-ші есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса, осы қызыл кітаптан осы тақырыпқа арналған есептерді скрин жасап алсаңыздар болады. 640 пен 651-ші есеп аралығы және де 652 мен 667-ші есеп аралығы. Сіздермен оп-оңай математика каналға лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.